Қоғамда өршіп тұрған мәселенің бірі ажырасу, себебі Қазақстанда әрбір үшінші некенің соны ажырасумен аяқталады. Үйленіп үй бола алмай қалғандар саны бойынша әлемде алғашқы ондықтамыз. Әрине бұл қуантарлық жаңалық емес. Тіпті Жамбыл облысында 2022 жылы 542 отбасының шаңырағы шайқалған. Жалпы отбасын тұрақтандырудың жолы қандай? Бұл мәселе жайында арнайы мамандар не дейді? Зерттеп көрдік. Тараздық тұрған Жұмаш Жұмабайдың келіні мен баласы бірнеше жыл бұрын ажырасып кеткен. Оған себеп сыйластықтың сыры кеткен. Айтуынша екеуін табыстыру үшін бармаған жері, баспаған тауы жоқ. Мен де келінім ажырасып кетті. Екі баласын маған тастап кетті. Жүрмейді айтқанға ешқандай. Біздің қоғамда ажырасқан қыз бенен баланың арасында дәнекер болатын қоғам жоқ. Мен қайерге барып жолығам екеуін біріктіру үшін. Қыздар күйеуге шығу үшін тайын емес. Сол үшін ажырасып жатыр. Иә, отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Алайда асығы шешім қабылдағанның соны шаңырақтың шайқалуына алып келеді. Онан соң ортада бейкүнә бала қалады. Салдарынан қоғамда жетім-жесір, жауапсыз әке, көкек ана көбейіп, бұл мәселе қазіргі уақыттың асқынған дертіне айналды. Ал жамбылдықтардың пікірінше ажырасудың себебі қаржының жетіспеуі. Бірінші үшін қаражат деп ойлаймын. Жастардың көбісі жұмыс жоқ. Жұмыс болмай кейін семьясын асырай алмайды. Асырамаған конфликт болады. Жағдайлары орташа болғанда енді одан да көтеріңкі болса деп ойлайды жастардың, соған шыдамайды. Жастардың түсінісі басқаша ғой. Проблема көп қой қазір. Сол үшін де шығады. Үлкен кісілердің жастарға берер тәрбиесінің аздығынан деп ойлаймын мен. Мына жаңадан түскен келіндер бөлек шығуға асығады. 2022 жылы 5 мыңға жуық неке қиылса, 542-ге жуық неке бұзылып отыр. 2023 жылы 4,5 мыңға жуық неке қиылса, 400-ге жуығы неке бұзылып отыр. Бұл демек әр жыл сайын кемінде 10-12% аралығында неке бұзылады, құрылған некеге қарамастан. Ажырасудың себептері көп, бірақ басты себептер не деген сауалға нақты жауап табу қиын. Психология ғылымдар кандидаты Мұхамеджан Тазабек былай деп түсіндірді. Ажырасудың көбеюінің бір себебі қоғамдағы адамдардың бір-бірін табалауы ма деп ойлаймын. Біз көбінде біреу ажырасса, ұл болсын, қыз болсын, соны өсектеп, ғайбаттап, табалап отырғанымызды байқамай қаламыз. Сөйтіп күндердің күнде ол жағдай өз басымызға келіп жатады. Біз сөйтіп ажырасуды сондай бір Алланың алдындағы күнәмізбен де көбейтіп жатқан сияқтымыз.